Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін біз 5-ші сынып бойынша 44-ші беттен Adjectives, Describing People тақырыбын өтетін боламыз. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліңіздер, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Exercise 1. Бірінші жаттығуда check the meaning of the adjectives on page 81 of the work, which four words describe appearance, which are opposites. Так, appearance дегеніміз қалай түсінеміз, opposites дегенді қалай түсінеміз. Қорапшаның ішіндегі сөздерді екі түрлі қылып бөліп жазыңыздар дейді, мағынасына қарай. Appearance дегеніміз сыртқы түрі, яғни сыртқы түрі. Оны ал манағыдай personality деп opposites қарама-қарсы мағыналарын жазамыз, Так, exercise 1. The first appearance: fair, dark, short, tall. Opposite: horrible, nice, young, old, friendly, unfriendly, fair, dark, short, tall, noisy, quiet. Exercise 2. Екінші жаттығу бойынша choose the adjectives for each of the people in photos 1 to 6. Так, 1-6-ға дейінгі фотосуреттерге қарап отырып, мағынасы суреттің несін сипаттауымыз керек, мына жердегі сын есімдер мен суреттерді сипаттауымыз керек. Мына жердегі 6 суретті сипаттауымыз керек екен. The first, short and the dark дейді. Short and the dark. Ұзын және dark, қараңғы дейді. Екінші, second, old and nice. Old and nice. Кәрі, яғни кәрі және nice, жақсы деген, тамаша. Third, үшінші, friendly and dark. Досшыл және қараңғы дейді. The fourth, tall and fair. Fifth, young and noisy. Sixth, quiet and good looking. Exercise 3. Үшінші жаттығу бойынша look at the information about the TV program and look at the interviews notes. Guess the answers to the questions. Енді бұл жерде үшінші жаттығуда біздер телебағдарлама туралы ақпараттарды қараңыздар дейді. Мына жердегі сурет бойынша ғой. Сосын сұхбат берушінің жазбаларын қараңыз дейді. Сосын сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Осы сурет бойынша суреттегі суретке қарап отырып, мына жердегі жазылымға қарап отырып, өзіміз сұрақтарға жауап беруіміз керек екен. Так, exercise. The first questions, бірінші сұрақ бойынша, where are they from? Олар қайда тұрады дейді, I think they are from New York. Мен білем дейді, олар Нью-Йоркте тұрады. How many children have they got? Сен оның неше баласын көрдің дейді. Суретте біз неше бала көрдік, соны жазамыз. They have got 13 children. Is the house very quiet? Is the house very quiet? Олардың үйі тыныш па дейді, Оларда неше бала бар? 13 бала бар, 13 баласы бар. Көп балалы үйде тыныш болады ма деп ойлайсыздар ма? No, I don't think so. Мен білмеймін дейді. Therefore, has Mr. Lewis got a job? Ол жұмыс жасай ма дейді. Yes, he has. The fifth, have they got any pets? Оның үйінде үй жануарлары бар ма дейді. No, they haven't. Жоқ дейді. Six, have the children got different rooms and beds? Олардың балаларының өздерінің бөлмелері бар ма және төсектері бар ма дейді арнайы. I don't know. Мен білмеймін дейді. Seventh, is Mr. Lewis from a big family? Олардың жанұялары үлкен бе дейді. Жетінші. I don't know too. Мен білмеймін дейді. How old are the children? Олардың балалары нешеде дейді, 1 month to 20, 12-де дейді, үлкені кішкентайы 1 айлық екен. 9, what adjectives describe the children? Fair, quiet, serious, friendly, tall. Балаларының манағыдай сипатташ дейді балаларын, манағыдай fair, тыныш па, байсалды ма, досшыл ма, ақжарқын ба, ұзын ба, қысқа ма деген сияқты сипаттап берші дейді.
funny, friendly, noisy дейді, шулы дейді. Бірақ манағыдай ақжарқын, көңілді дейді, балалары. The exercise 4. Listen to the program. Which questions from exercise 3 do you hear? Программаны тыңдаңыздар дейді. Мына жерде мына балалар туралы, жанұя туралы программаны тыңдаңыздар дейді. Және үшінші сұрақтағы жаттығудың қай сұрақтарын сіз тыңдалымнан естідіңіз, соны жазыңыз дейді. Қай сұрақты естідіңіз? Төртінші жаттығуда біз мысалы 2, 4, 5, 6 and 8. 2, 4, 5, 6, 8-ші сұрақтар естіледі тыңдалымда. How many children have they got? Has Mr. Lewis got a job? Have they got any pets? Have the children got different rooms and beds? How old are the children? Так, осы сұрақтарды жазамыз. Exercise 5. Бесінші жаттығу бойынша listen again and write the answers to the questions you hear. Енді осы жерде манамыз төртінші жаттығудағы естіген сұрақтарымыздың жауабын жазыңыздар дейді. They have got 13 children. Олардың 13 баласы бар. Yes, he has дедік. Мына жерде has Mrs. Lewis got job дегенге, оны жұмыс жасайды дедік. 5. Have they got any pets? No, they haven't. Олардың үй жануарлары жоқ. Have the children got different rooms and beds? No, they haven't got different rooms, but they've all got different beds. Олардың бөлмелері жоқ, бірақ олардың өздерінің төсектері бар дейді. How old are the children? Балалары неше дейді? The baby is 1 month old and the oldest in 19. Бүпесі кішкентайы 1 айлық дейді, және 19, үлкені 19 жаста екен. Exercise 6. 6-шы жаттығу бойынша write sentence about people in the box using adjectives from exercise 1. Бірінші жаттығудағы сын есімдерді пайдаланыңыздар дейді. Және қораптағы адамдар туралы сөздерді пайдаланып сөйлем жасаңыздар дейді. Мысалы, мына жерде my friend Радик is, бір өздеріңіздің қалағандарынша 4-5 сөйлем жасауға болады. Мысалы, my friend Радик is short and tall. Менің досым Радик қысқа және ұзын, дос туралы. My mother is old. Мысалы, менің анам үлкен, жасы үлкен менен деген сияқты, Осылай мына жердегі дос, ана, фильм star, фильм жұлдыздары, grandmother, singer, cousin осыларды пайдаланып сөйлем қолдануға болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Арнаға жазылып лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.